Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен құлпынай жайлы айтатын боламын. Жалпы құлпынайдың адам ағзасына қандай пайдасы бар, қандай көңіл күй сыйлайды, қандай әсер етеді, сол жайлы айтатын боламын. Жалпы құлпынай жемісін көбіне махаббат, сұлулық, жастық жемісі деп атайды. Ал оның не үшін олай айтылатынын біріміз білсек, біріміз біле бермейміз. Өйткені мен бүгін сіздерге бұл жемістің адам денсаулығына пайдасы туралы айтатын боламын. Құлпынай жүрек, қан тамырлары ауруларының алдын алады. Бүгінгі таңда бүкіл әлем бойынша жүрек, қан тамырлары ауруларынан қайтыс болып жатқан адамдар саны күн санап көбейіп келеді. Егер бұл жемісті өзіңіздің ас мәзіріңізге қосатын болсаңыз, аталмыш аурудың алдын алуға болады. Құлпынай жемісі беттегі пигменттік дақтарды кетіреді. Егер теріңізді ағартып, секпілдер мен пигменттік дақтардан құтылғыңыз келсе, бетіңізге құлпынайдан маска жасаңыз. Алайда әуелі білегіңізге немесе басқа жеріңізге жасап көруіңіз абзал. Егер бәрі жақсы болса, бетіңізге сала бересіз. Мұндай масканы аптасына 1-2 рет жасап тұрғаныңыз дұрыс болады. Құлпынайдан жасалған маска безеу мен қабынуға қарсы көмектеседі. Егер теріңізге түрлі бөртпелер шығып мазалайтын болса, онда ойланбастан құлпынайдың түйінінен маска дайындаңыз. Себебі оның құрамында тері аурулары мен белсенді күресетін антиоксиданттар бар. Бұл жеміс кәріліктен де сақтайды. Құрметті достар, видеом сіздерге пайдалы болған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар, және де өз пікіріңізбен бөлісіп, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет, назарларыңыз каналымда болсын.